Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге лимоннан жасалатын тосаптық жасалу жолын көрсететін боламын. Достар, менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны баса кетіңіз, себебі алдағы уақытта менің каналымда керемет жасалу жолы оңай рецепттер шығаратын боламын. Сонымен қыздар, бізге лимон керек болады. Өзіңіз қалаған лимонды таңдайсыздар. Килограммында өздеріңіз білесіздер. Алдымен лимонымызды тазалап, жуып, шайып аламыз. Содан кейін бізге керек емес жерлерін алып тастайтын боламыз. Қарап тұрғандарыңызда керек емес жер, қара болып тұрған жерлерін, босау жері болса, босау жерін алып тастаймыз. Оны екіге бөлесіздер дағаны ішіндегі дәнін алып тастайсыздар. Қыздар, естеріңізде болсын, дәнін алу міндетті, себебі ол қышқыл дән беретін болады. Сол себепті дәнін алып тастаймыз. Құрметті достар, менің каналымда қоян етінен жасалған ерекше рецепт бар. Оны көру үшін сіз менің каналыма тіркелген болуыңыз керек. Сол кезде ғана менің рецептімді көре аласыз. Менің рецептім қызықтырса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Барлық дәнін жақсылап алып болғаннан кейін блендеріңіз болса блендермен немесе ет тартқышпен шегіп аласыздар. Мен ет тартқышпен шегіп алдым. Барлығын шегіп аласыздар. Қыздар, менің каналымда өте жеңіл, жасалу жолы өте оңай әрі дәмді болатын салаттардың да рецебті бар. Оны да көре кетіңіздер. Қажетіңізге жараса, пікір қалдырып кетіңіз. Міне біздің тосабымыз дайын болды. Тағы да бір жақсылап араластырып, үстіне дәміне қарай шекер қосатын боламыз. Мен шамамен 200 граммдай шекер қостым. Бұл жерде қатып қалған заңдылығы жоқ, өзіңіз дәміне қарай қоса бересіздер. Мен лимонымның салмағы бұл жерде жарты килодай ғана. Жарты килоға 200-300 грамм шекер кетеді. Енді дәмі өзіңізге қалай ұнайды, солай жасай бересіздер, қыздар. Жасап көріңіздер, өте оңай. Білесіздер, лимон қыстың мезгілінде, жалпы тұмау тигенде өте пайдасы көп. Қызыл шайға салып ішсе, қандай пайдасы бар екен білесіздер, өте керемет болады. Қыздар, біздің тосабымыз дайын болды. Бұны банкаларға салып, тек холодильникте ғана сақтайсыздар. Басқа жерде сақтауға болмайды. Өйткені бұл қайнатылмаған ғой, қайнатылмағандықтан тек холодильникте ғана сақтай аласыздар. Кез келген уақытта шайға қосып ше бересіздер. Құр өзін варенье есебінде жеуге де болады. Міне біздің тосабымыз дайын болды. Қайнап тұрған қызыл шайға өзім сол жерде дәмінде көрдім. Өте ерекше дәмі, енді күшті болған. Міне осымен тосабымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Пікір жаза кетіңіз. Сау болыңыз, Алла разы болсын. Видеомды соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет.